Жаңартылған білім мазмұны бойынша 4 дағды: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым күнделікті сабақта әрбір мұғалім қолданады. Ал қазақ тілі мен әдебиеті сабағында шығарманы оқып немесе тыңдап отырған сәтте елестету, көру қабілеті жүзеге асады. Оқушының алған әсері өзгеше болады. Бұл дәстүрлі сабақ барысында да жүзеге асқан болатын. Ол кезде тек сурет көрумен шектелетін болсақ, жаңартылған білім мазмұны бағдарламасы аясында интербелсенді тақталар, теледидар, ноутбуктар арқылы сабақ тақырыбына байланысты түрлі бейне көрсетілімдер көру мүмкіндігі 4 қабырғаның ішімен шектелсе, ал экскурсия сабақтың берері мол. Шынайы көзбен көру кезінде баланың дүние танымы, түсінік қабілеті дамиды. Көзбен көріп, қолмен ұстаған оқушының сабаққа деген құлшынысын арттырып, пәнге деген сүйіспеншілігін оятады. Және де бұл басқа пәндермен де толықтырып отырарлықтай білім алады. Сол себепті мен әріптестерімді экскурсия жұмысын жүргізе отырып, оқушының көру дағдысын дамытуды ұсынамын. Ұстаз үнемі шығармашылық бағытта жұмыс жасайтын тұлға болғандықтан, сабақ беретін оқушыларымның ішінен өз тәжірибеме қажет оқушыны анықтау мақсатында жүргізген жұмысыммен бөлісуді жөн көрдім. Осындай нәтижеге бағытталған жұмыстар арқылы 6 сынып оқушысы Байрамкүл Каусармен ғылыми жұмыс жазып шықтым. Күнделікті жүргізілген жұмыстар арқылы жоғары деңгейлі оқушы болып танылды. Әрбір жаңартылған білім мазмұны бойынша қалыптасқан дағдылардың жүйелі жүргізілу барысында өзінің зеректігімен, оқылым дағдысында ықыласпен оқығандығы, тыңдалым дағдысында ұйып тыңдай білгендігімен, жазылым дағдысында түйдек ойларымен, айтылым дағдысында сөздік қорының молдығымен көзге түскен оқушы. Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып берсе, рухани дүниесінің қалыптасуына негіз салатын ұстаз деп білемін. Осы арқылы мен өз үлесімді қоса алдым деп есептеймін. Мен Байрамкүл Каусарның алғысы. Біз сабақ барысында көптеген оқылым, жазылым, тыңдалым тапсырмаларын орындаймыз. Бірақ та көзбен көріп, барып таныған мүлдем ерекше екен. Мен өз жетекшім Дәрменова Гүлбаршын Өзбекбайқызыменен 3 рет саяхат сабаққа шығып, Машырық қажының қолдаған бақшасын мектебін көру барысында ғылыми жоба бастауға деген қызығушылығым ерекше арта түсті.